Армысыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Әйгерім Батырхан. Бүгін мен бизнес молодостың Алматыда өтіп жатқан өтетін мастер-классына келдім. Бұнда увеличение дохода жайлы айтады. Жалпы өзім 2 жыл болды бизнеспен айналысуды ұйғарып, бизнеспен айналысуды үйреніп жүрмін. 2 жыл бойы менеджмент университетте менеджментті оқыдым. Одан кейін бірнеше мастер-класстарға бардым, бірнеше түрлі тренингтерге қатыстым, түрлі кітаптарды оқыдым. Енді мне жаңағы бизнес молодостың Алматыда цех деген жаңағы болашақта өтетін бір үлкен мастер-классы болады, жалпы курсы болады. Соған дайындық ретінде, демо версия ретінде қазір сол бизнес молодостың мастер-классы өтеді. Соған келдім. Жалпы бизнес туралы білуден, бизнес туралы үйренуден жалықпай іздену үстіндемін. Өзім түсінгенім бойынша, жалпы өзім жаңағы бизнесімді ашқым келген кезде бір нәрсені түсіндім, білмейтінімді түсіндім. Жалпы осы бизнес жайында ештеңені білмейтінімді түсіндім. Енді біраз нәрсені оқи келе, іздене келе, оны енді жаңағы білген, үйренген нәрсемді істей алу керек екенін түсіндім. Сонымен қазір осы жалпы өзімнің болашаққа деген бір үлкен жоспарымды іске асыру үстіндемін. Сондықтан да сіздер қазір көресіздер, жалпы бизнес молодость қалай, не айтатын бізге, соны түсіремін. Одан кейін, жаңағы түсіріп болғаннан кейін өзімнің ойымды міндетті түрде сіздерге тағы да айтамын. Қараңыздар, көріңіздер, лайк басыңыздар, менімен бірге болыңыздар. Отлично. Ташкент? Самарканд. Отлично. Мои родители недавно были в Самарканде, да? Как? Таджикистан. Кыргызстан. Отлично, отлично. Таджикистан. Супер. Ну что, много станов у нас здесь есть, да? Армения. Отлично. Супер, супер, супер. Ну что, хорошо. Теперь вопрос такой. А есть ли у вас у кого-то бизнес? Поднимите руки, пожалуйста. Кто предприниматель, у кого есть свои бизнесы? Оставьте руки те, у кого он прибыльный. Ну, как бы... Ну, в смысле, деньги приносит. Ну, это прибыльно. Очень хорошо, молодцы, молодцы. А если те, у кого выручка больше 1 000 000 рублей в месяц? Ну, больше 1 000 000. Супер, супер, супер. Огонь. А у кого есть больше 10 сотрудников в штате? Ну, вот в штате работают больше 10 сотрудников. Ну, я понял. Хорошо. Отлично, отлично, отлично. Теперь чуть-чуть по отраслям с вами разобьемся, чтобы я примерно понимал. У кого из вас интернет-магазины? Ну вот вы работаете через интернет, продаете всякие штуки, да? Хорошо. Что продаете? YouTube-канал. Бизнес с Китаем. Отлично. Еще. Бизнес с Китаем. Еще. Кроме бизнеса с Китаем есть ниши в зале? Да. Варенье. Вы продаете варенье через интернет. Отлично. Отлично. Электросамокаты. Огонь. Да. Медицинская одежда. Сантехника. А есть ли производственники в зале? Те, кто что-то производит. То есть, ну, вы производите что-то своими руками на станках и так далее. Да. Пенопласт. Сам пенопласт или фигуры из пенопласта? И то, и другое. Вы потом подойдите ко мне, вы мне нужны. Отлично, да. Типография. Печать, да? Полиграфия. Отлично. Супер, супер, супер. Еще. Да. Иллюстрации. Вы рисуете. Вы иллюстратор. Огонь. Тоже подойдите ко мне. Я прошу вас еще раз представляться, говорить, чем вы занимаетесь, потом описывать физиологические ощущения. Мне очень важно понимание, что это не просто вывод, что это не просто мысль, что это то, что вот, на что мы нацелены. И потом, в чем заключается ваше новое понимание? Зовут меня Виолетта. Громче, четче в микрофон. Зовут меня Виолетта. Я организую выезды в Европу для школьников. Отлично. Инсайт, когда вы сказали на видео, кажется, о том, что иногда шаг назад открывает больше перспектив. Так. Объясню почему. Хотим с Петей тренинг запустить «Шаг назад». Нет, объясню почему. Просто мой продукт, он очень классный, но он очень дорогой. То есть не все родители могут его себе позволить. Поездки, получается, от 2500 евро. Вот. Ну вот меня даже потряхивает, если вы можете услышать, да, с голосом. Почему? Потому что я никогда не хотела сделать более дешевый продукт. А сейчас я понимаю, что если я сделаю дешевый продукт, но у меня есть умение его реально делать классно, я смогу заработать больше. Намного больше. Понял. Потому что я могу спуститься на масс-маркет и взять намного больше людей. Сейчас я даже смотрела
как много запрашивают, ну, именно осенние смены, осенний лагерь, и вот буду запускать осеннюю смену, потому что их очень мало, оказывается. У вас сошлось понимание спроса, своя экспертиза и компетенция, и понимание способности сделать продукт, ну, просто типа не за 2500, а за $500, да, или за 700 долларов. Да, но заработать на нем примерно так же. Потому что тот стоил дофигища, и я зарабатывала не так много. И она понимает как? Ну, конечно. Вот конкретно она понимает как. У нее сошлись все шестеренки правильные. А моя задача была запустить триггер. Сәлеметсіздер ме тағы да, жалпы кешегі мастер-класстан не үйренгенімді, не түйгенімді сіздермен бөлісейін деп шештім. Жалпы ол мастер-класс бәріңіз білетін шығарсыздар, білмегендерге айта кетейін. Бизнес-молодость деген үлкен бір бизнес орталық бар Мәскеуде, жалпы Ресейде. Сол бизнес орталық енді ақырындап жаңа Қазақстанға да келе бастады. Өздерінің цех деген үлкен бір курстары бар, жаңағы 2-3 ай өтесің ол жерде кәдімгідей сенің бизнесіңді алып, толығымен жаңағындай не керек оған, қандай жаңағы қиыншылықтары бар, неге ақша таппайсың, неге клиент жоқ, соның бәрін шешуге тырысады. Сол мәселелердің шешімін табуға тырысады және саған оны жаңағы түсіндіреді. Сол цехтың алдында, цех осы октябрьде басталады, солының алдында демо версиясы өтті. Жаңағы Михаил Дашкеев өзінің жаңағы сол цехтың, жалпы сол бизнес-молодостың основателі. Ең бірінші жаңағы нишаны табу керек. Кім, қандай сала бойынша өзінің бизнесін жасайды. Мысалы, біреулер жаңағы ауыл шаруашылығын өнімдерін өндірсе, екіншісі жаңағы алып сату, үшіншісі образовательный центрлер ашады. Сол секілді жаңағы әркім өзінің нишасын табу керек. Ол нишаны қалай табу керек деді. Жалпы нишаны, егерде бизнеспен айналысқыңыз келеді, көп ақша тапқыңыз келеді, бірақ та қайдан екенін білмесеңіз, онда сіздер жаңағы ең бірінші отырып алып, өзіңіздің жақындарыңызға қараңыздар. Жақындарыңыз немен айналысады, олардың қандай да бір мамандықтары бар шығар. Бәлкім сол арқылы ақша табуға болатын шығар. Немесе екінші, өзіңіздің жаңа хоббиіңізді, мысалы, біреулер йогамен айналысады, біреулер жаңағы түрлі суреттер салады, үшіншісі тігеді түрлі киімдерді. Бәлкім оны бизнеске айналдыруға болатын шығар. Одан кейін жаңа өзіңіздің мамандығыңызға қарайсыз. Мамандығыңыз қандай? Әрине, көп адамдар жаңа өз мамандығы бойынша жұмыс істемейді ғой. Бірақ та мамандығыңыз бәлкім сол бизнеске жақсы старт болатын шығар. Мысалы, мұғалім болсаңыз, образовательный центр неге ашпасқа. Ағылшын тілінің мұғалімі болсаңыз, тіптен жақсы. Жаңағы тіл үйрететін орталық ашпасқа. Сол секілді жаңағы өзіңіздің мамандығыңыздан отталкиваться етіп, бизнес ашуға болады дейді. Нишаны таңдап алғаннан кейін зарабатывать первые деньги. Бірінші ақшаны табу керек. Оны қалай табасыз? Әрине, бірінші прозвонить. Күніне 100-ден астам қоңырау шалу керек. Екіншісі жаңағы встреча сол кісілермен. Үшіншісі жаңағы интернет реклама. Қазіргі бізде таргетинг деп жатырмыз, маркетинг, интернет-маркетинг деп жатырмыз, SMM маркетинг, соларды қолдану. Одан кейін, әрине, ақша тауып бастағаннан кейін уже масштабированияға көшесіздер. Бұл жерде жаңағы воронка продаж құрасың кәдімгідей, одан кейін көптеген адамдарды қарамағың аласың. Көптеген болмаса да, енді өзің звондамайсың, өзің операторлар жалдайсың, немесе менеджерлар жалдайсың. Және де өзің кездесулерге бармайсың, уже менеджерларды кездесуге жіберуге болады. Сондай, мысалы, өзің басқа бір кездесуге барсаң, екінші кездесуге менеджерларды жібересің. Солай уже масштабированияға көшесің ақырындап. Одан кейін әрине покупка техники, керекті құрал жабдықтарды сатып алу. Мысалы, оған дейін бірақ телефоның болса, қазір міне 3-4 телефоның қажет. Оған дейін, мысалы, сенде бірақ камера болса, мысалы, өз басым. Одан кейін, мысалы, 3-4 камера сатып алуға болады дегендей. Сол секілді техникаларды түрлі сатып ала бересің. Бір ұнағаны, ол кісі былай айтады.
неге адам баласында еріншектік жалқаулық пайда болады дейді. Себебі сіздер жаңағы басыңызға одан да оның қалауынан да көп нәрсені жүктеп қоясыздар дейді. Сол кезде жүктеп қойған кезде жаңағы басың, жаңағы миың айтады саған, ой, не үшін мен бұлай қиналам, мен жатып демала берейін да дейді. Себебі менің шамам жетпеуі мүмкін ғой дейді. Одан кейін жаңағы әрине депрессия, одан да басқа түрлі нәрселер келетті айтады. Я, жата бер, қолынан түк келмейді, оның саған не керегі бар дегендей, сондай ұсыныстар келе бастайды. Одан кейін әрине адам баласы ештеңе істегісі келмей қалады. Сондықтан да олай болмас үшін басыңа жаңағындай бір конфет кидай дейді. Ол жаңағы бүйтіп айту керек. Давай біз екеуміз егерде жақсы жұмыс істесек, немесе жақсы бизнесті қолға алсақ, күні-түні жұмыс істесек, біз мысалы пәтер сатып аламыз. Немесе бір жаққа барып демалып келеміз. Немесе өзінің жаңағы миыңның қалайтын нәрсесін қою керек мақсат ретінде, және де сол жұмыс істеп жаңағы шынымен де ақша тапқаннан кейін алдамау керек миыңды. Шынымен де жаңағы нәрсені істеу керек. Сол кезде миың, қандай жақсы, менің қолымнан келеді екен ғой деп ары қарай жұмыс істей береді. Жалпы, ол кісі жаңағы миды адамның басқа бір бөлшегі ретінде, адамнан тыс бір бөлшек ретінде таныстырды. Бәлкім солай да шығар. Қағаз бар, план на цех деген. Бұл жаңағы көріп тұрғанда жаңағы личный доход, потом прибыль, выручка, бұның бәрі жаңағы жеке өз басыңыздікі емес, бұл жаңағы бизнесіңіздікі. Одан кейін маржинальность сколько, точка безубыточности сколько, средний чек, конверсия в оплату, конверсия в заявку. Одан кейін надо задачалар қояды. Задача по рентабельности, задача по конверсии в оплату, задача по конверсии сайта, задача по среднему чеку, задачи по новым нишам, административные задачи деген задачаларды қоясыз. Одан кейін міне карта личностных информации дейді. Точка А, точка Б. Мысалы, точка Ада қазір сіздерде қанша ақша бизнесіңізде, ал точка Бда сіздер қанша ақша тапқыларыңыз келеді. Мысалы, бір жылға қанша соманы қойдыңыздар. Одан кейін жаңағы міндетті түрде мына сұраққа жауап беру керек. Что будет означать для меня выход на точку Б? Жаңағы қалаған ақшаңызға жету сіз үшін не сыйлайды, не береді? Соны міндетті түрде жазу керек сіздер. Вот, какие эмоционально значимые артефакты станут для меня доступными при достижении точки Б? Какие? Соларды міндетті түрде жазу керек сіздер. Себебі сол жаңағы сіздің басыңызға жұмыс істеуге, миыңызға ары қарай жұмыс істеуге бір толчок береді. Жалпы осы план на цех бүкіл жаңағы кез келген бизнеске қол жеткізуге, жаңағы жетістікке жетуге арналған план дейді. Себебі бұны жаңағы бизнес молоды 8 жыл бойы ойластырып, 8 жыл бойы жаңағы бәрін жинақтап, бар түйгенін осы бір қағазға сыйдырған. Осы сұрақтарға жауап берсеңіздер деді, жалпы бизнесіңізді жаңа қателіктерін, бизнесіңіздің қайда бара жатқанын, қайда келе жатқанын, жалпы не істеп жүргенін бәрін анықтап шығаруға болады дейді. Жаңағы мастер-класстан кішкене қуат алып, мен өзім бизнесмен бола аламын деген секілді оймен келесі күні мастер-класстан кейін жаңағы реклама түсіруге бардым. Менің құрбым өзінің бутигін ашқан, Турциядан және Қытайдан, Пекиннан фабричный жаңағы келетін киімдерді сатады. Астында жаңағы ссылкасын қалдырамын, қараңыздар, көріңіздер, және де менің жасаған роликтерімде сол жерден шығып қалады. Бұл жерде мен бірінші рет өз басым операторда болдым, монтажды да өзім жасадым. Және жалпы әрине бір күн алды съемкаға, себебі әр көйлекке бір 30 секундтай ролик жасау керек. Жалпы біз 15 секунд деп келіскенбіз, бірақ та 15 секундты қарасам өте тым аз секілді көрінді, сондықтан да 20-30 секунд ретінде жасауға шештім. Сөйтіп, одан кейін 10 роликті монтаждадым, отырып келесі күні бір күн. Сөйтіп, уақыт әрине көп кетті, және де өзіме қатты ұнады. Әрине заказчикқа да, жаңағы алмаға да ұнайды деген ойдамын. Көріңіздер, өз бағаларыңызды бере отырыңыздар.